13 жылдан кейін 4 баланың жастарының қосындысы 97 болады. 7 жыл бұрын балалардың жастарының қосындысы неше болғанын анықтаңыз. Бұл 4 баланың жастарының қосындысын x деп алсақ, бізге табу керек x 7 жыл бұрын. X азайту 7 көбейту 4. Бізге осыны табу керек. Өйткені 7 жылдың ішінде оларға барлығына 28 жас қосылатын болады. Соны түсіну керекпіз. Осы x-ті табайық. 13 жылдан кейін 4 баланың жастарының қосындысы. Оған 13 4-ке көбейтсек, әрқайсысына 13 жас қосылады. 97 болады. Сол кезде 13-ке 4-ті көбейтсек 52 болады. 97-ден 52-ні азайтсақ, бізде асықпай азайта салайық. Мына жерде 5, 4. Яғни бұл балалардың жастарының қосындысы 45 деген сөз. Демек 45-тен азайтамын 28-ді. 7, сонда 17 ғой. Жауабы А болады. Мына жауаптар қате. Сонда бізде 7 жыл бұрын балалардың жастарының қосындысы 17 болған. 7 жылдан кейін оларға 28 жасқа 45 болады. 28 жас қосылып. Сосын 13 жылдан кейін 97 болады.